қазір мында аты жөндеріңізді жазып қойдық, 3 топқа бөлеміз. Кім қай топқа түседі, оқу құралдарыңызды түгел алып, сол топқа отырсыздар. Мынау 1-ші топ, 2-ші топ, 3-ші топ. Түсінікті ғой, иә? Кеттік. Бізде 1-ші топта қараңыздар. Айшат, Жазира, Аңсат, Кәусар, Нұразхан. Тұрыңыздар, 1-ші топ. Нұразхан, қалай берді 1-ші топта? Айшат, Жазира, Аңсат, Кәусар, Нұразхан. 2-ші топта Нұршат, Дәулет, Мусима, Данияр, Дәулет. Келесі 3-ші топта Әли, Балауыздар, Самира, Асылат, Нұрзия. Оқушылар берілген тақырыпты қайталау мақсатында банкомат әдісі арқылы үй тапсырмасына ондай емес қосмақ. 1-ші топ, 2-ші топ, 3-ші топтан әр оқушы шығып, бұл жерден купюра таңдайып, 500-дік, 1000-дік, 2000-дік деген сияқты. Және сол жерде жасырған сұрақтарға жауап береді. Түсінікті ғой, иә? Келіңіздер, кім таңдайды? Таңдаңыз кел. Бай, өзім алайын. 1000-дік. 1000-дік. Сен 1000-дік купюрада сұрақ дәрумендер қандай болып жіктеледі? Мұн жақта тұр, мұн жақта. Жауап. Майда ерейді және суда ерейді. Майда еритін дәрумендер және суда еритін дәрумендер. Дұрыс. Ақшаны шығару. Жақсы, отырауын. Келесі 2000-дік. 2000-дік. Майда еритін дәрумендерге мысал келтіріңіз. К, Е, Еді. Дұрыс. Тексереміз. А дәрумені, К дәрумені, және Б, Е дәрумендер. Отырауын. Қандай купюраны таңдаймыз? 10-дік дейді. Бізде дәрумен жетіспеушілігі қалай аталады және оның салдары қандай? Айтайын. А витамині. Сосын? Дәрумен жетіспеушілігі А витамині деп аталады. Ол әртүрлі ауруларға және ағзаның жалпы әсеріне әкеліп соғуы мүмкін. Жақсы, отырауын. Келесі 2-ші топтан бізде 500-дік, 20-мыңдық. Дәрумендер табиғи көздері қандай? Тексерейік. Жеміс-жидектер, көкөністер, ет, балық өнімдері. Отыра ғой. Келесі бұл 3-ші топта. Келесі бізде 2-ші топта. Қандай купюра таңдаймыз? 40 мың, 50 мың, қандай купюра? 40 мың. Келесі бізде дәрумендердің шамадан тыс көп қабылдау зиянды ма? Ол қалай аталады? Гипервитаминоз. Келесі дұрыс. Гипервитаминоз деп аталады. Ақшаны шығару. Келесі бізде соңғы купюра. 1-ші топ. Жазира, келе ғой. Бізде соңғы купюра 500 теңгелік қалды. Дәрумен деген не? Даусын шығар. Ағзада тамақтан тыс қабылдайтын органикалық қосылыстар. Жұмыс істеу үшін қажетті органикалық қосылыстар. Отырамыз. Жақсы оқушылар,
Енді жаңа сабаққа қазір міндетті аты жөнінде жазылған жаңа сұраққа шыққан оқушыларды бағалайық. Бізде Даниял Жазира бір сұраққа жауап берді. Жазираға Муслима бір сұрақ, Жазира бір сұрақ. Сосын кім шықты тағы? Дәулет, сосын Әли, Ансар және Сағира. Солай ма? Болды ма? Жақсы. Келесі оқушылар енді бүгінгі күннің жарымен оқулық дәптерлерімізді ашамыз, жаңа тақырыпты жазамыз. Бізде бүгінгі өтетін тақырыбымыз параграф 14 адам ағзасы үшін дәрумендердің маңызы. Жазамыз. Тақырыпты жазамыз. Адам ағзасы үшін дәрумендердің маңызы. Енді оқушылар жаңа тақырыпты бастамас бұрын бейне роликке назар аударайық. Ағзада өздігімен түсінбейді. Сондықтан тамақ арқылы қабылдануы керек. Дәрумендердің маңызы зат алмасуға қатысады, иммундық жүйені күшейтеді, өсу мен дамуға әсер етеді, көру, тері, сүйек, қан түзу сияқты үрдістерді реттейді. Дәрумендер екі ірі топқа бөлінеді. Майда еритіндер және суда еритіндер. Майда еритін дәрумендер, суда еритін дәрумендер 1, 2, 6, 12. Дәрумендер ағзадағы барлық биологиялық процестердің дұрыс жүруіне қатысады. Олар өсуге, иммунитетті нығайтуға, көздің көру қабілетін жақсартуға, сүйектер мен тістердің беріктігін арттыруға және тері мен шаштың саулығын сақтауға көмектеседі. Сабағымыздың тақырыбы адам ағзасында дәрумендердің маңыздылығын сипаттау. Сабағымыздың мақсаты дәрумендердің маңызын түсіну және дәрумендердің көзі болып табылатын өнімдерді күнделікті азық-түлік құрамымен сіздерді таныстыру. Келесі бізде оқушылар. Қазір мен сіздерге зертханалық жұмыс көрсетемін. Бұл күнделікті сіздер енді оқушылар, қазір мен сіздерге зертханалық жұмыс көрсетемін. Анықтау. Жалпы оқушылар, енді бізге зертханалыққа қажет бұл бізде лимон шырыны, көріп тұрсыздар ғой, да? Екінші бізде апельсин шырыны және құлпынай шырыны. Бұны сіздер күнделікті өмірде не істейсіздер, қолданасыздар, тұтынасыздар. Және бізде аскорбин қышқылы және дистилленген су қажет болады. Біз бұның құрамынан, осы қосылыстардың құрамынан С дәрумен анықтаймыз. Бұл дәруменді анықтау үшін бізге 0,1% йод ерітіндісі қажет болады. Енді оқушылар, қараңыз, біз пробиркаларға сусындарымызды құйып аламыз. Бұл бізде лимон шырыны. Екінші апельсин шырыны. Үшінші бізде құлпынай шырыны. Және дистилленген суды аскорбин қышқылына 2-3 тамшы құйып, қажетті мөлшерге дейін ерітеміз. Енді оқушылар, қазір біздер реакция жүру үшін пипетканың көмегімен йод ерітіндісін аламыз.
Барлығымыз мұқият қараймыз. Осы иод ерітіндісінің 2-3 немесе 1-2 немесе 2-3 тамшысын тамызғанда біз осы шырындардың түсін өзгеруін көреміз. Бұлардың түсі өте қою реңге түсетін болса, С дәруменінің өте аздығын көруге болады. Қарайық. Келесі бізде апельсин шырыны және лимон шырыны. Аскорбин қышқылына тамызамыз. Енді оқушылар реакцияның жүру үшін кішкене уақыт күтейік. Араластырып көреміз алғашқы шырынды. Түсі өзгерді ме? Қою, қоңыр түске енді солай ма? Өте аз. Бұл бізде құлпынай шырыны. Екінші бізде апельсин шырыны. Түсін өзгертті ме? С дәрумені аз. Келесі бізде лимон шырыны. Бұда түсін өзгертті ме? Қатты өзгерген жоқ, себебі С дәрумені кездеседі. Енді барлығымыз қарайшы. Бізде аскорбин қышқылының түсі мүлдем өзгерген жоқ, себебі аскорбин қышқылы С дәруменіне бай болып табылады. Солай ма? Бұл зертхана жұмысы арқылы сіздер күнде қолданып жүрген шырын аскорбин қышқылы дәруменінің құрамынан С дәруменін көреміз. Зертханалық жұмысты көрдік қой, күнделікті ішіп жүрген сусындардың құрамынан С дәруменін көрдік. Бірінші, олар біз оқушылар тапсырма орындайық. Бірінші тапсырмада мәтінмен танысып алайық. Тездетіп, көз жүгіртіп оқып аламыз. Сосын тапсырма орындаймыз. Оқыдық па? Жақсы, олай болса тапсырма орындайық. Тапсырма. Бірінші сұрақ. Иммунитетті қалпына келтіру адамның өз өміріне қамқорлықпен қарауды талап ететін кешенді үдеріс. Жалпы дәрумендердің иммунитетті нығайтатын тәсілдері: бірінші ұйқы, екінші дұрыс тамақтану, үш белсенді дене жаттығу, яғни салауатты өмір салты, төрт күйзелістің әсеріне шектеу қою. Енді сіздер бірінші тапсырма ауызша орындайық, солай ма? Мен сіздерге сұрақ қоямын, иә немесе жоқ деп жауап беріп отырыңыздар. Көкөністер мен жемістер, жидектері бар тағамдар бізде ұйқыға әсері бар ма? Қалай? Оң әсерін тигізеді ме, сол әсерін бе? Оң әсер. Келесі, адамдар көп жиналатын жерлерге бару. Адам ағзасында әсері жақсы ма? Жоқ. Келесі, энергетикалық сусындар ішу. Себебі адам ағзасында себебі өте ауыр химиялық элементтерден тұрады, солай ма? Келесі, мекен жайды ауыстыру. Яғни пайдалы болса, яғни ауа райы жақсы климаттық зоналарды ауыстыру адам ағзасына әсері зор. Келесі, таза ауада көп жүру, серуендеу. Пайдалы, солай ма? Алты, тағамда жартылай дайындалған өнімдерді қолданбау. Пайдалы ма, зиян ба? Не себебі? Жартылай ішпеген ма? Жартылай ішкі тағамдар, солай ма? Соңғы, бассейнге бару, салқын суымен құйыну, қарама қарсы душ қабылдау. Пайдалы ма, зиян ба? Кейбір ағзаға пайдалы, кейбір ағзаға зиян. Жақсы оқушылар. Келесі бізде жеке тапсырма. Дәптерді ашамыз. Сіздер ашамыз дәптерді. Нар кестені сызып ала қойыңыздар. Кестені сызасыздар. 2 минут уақыт берем. Дәрумендердің атаулары берілген. С
және осы дәрумендердің кездесетін азық түліктерді жазасыздар. Жеке тапсырма тезірек. Dərmiləri koyusunun yemişlikleri var. Qanday yemişlikleri? Limon, durma, yaxşı. Kelesi tane kim okuydu? Ya balasa, adadımları? Səbіз, qızarlar, askalar. Очень жақсы. Енді осы сұрақтарға жауап берген оқушыны бағалап жіберейік. Балауса, сосын Дәулет. Жақсы оқушылар. Енді келесі тапсырманы орындайық. Келесі тапсырма бізде қараңыздар. Келесі тапсырма бізде топтық жұмыс 3D стратегиясы бойынша орындаймыз. Қазір сізге үйлестірме материалдарын беремін. Бірінші топ сіздер тағамдардың құрамында С дәрумені қай тағамдарда кездеседі және С дәрумені жетіспегенде қандай ауру адам ағзасында орын алады. Екінші топ сіздер А дәрумені қай тағамдарда кездеседі және А дәрумені жетіспеген жағдайда туындайтын ауруларды анықтайсыз. Үшінші топ сіздер Д дәрумені қандай тағамдарда кездеседі және ағзада Д дәрумені жетіспесе туындайтын ауруларды атайсыздар. Түсінікті ма? Видеоны жаңа программа скачать еттіңіздер. Сонымен мынаны қарайсыздар. A dərməni жетіспеген үшін. Жетіспеген кезде адамның С дәрумені кездесетін тағамдарды тыңдаймыз. Егер С дәрумені жетіспейтін цинга ауруы, бұл теріде не шығуы? Бөртпелердің пайда болуы. Цинга ауруының белгісі әлсіздік, терінің бозаруы. Жақсы, өте жақсы. Бірінші топ, қазір бағалаймыз. Екінші топ, А дәрумені. Қане, кім қорғайды? Мұслима, тыңдаймыз. A dərməni жетіспеген кезде адамның қас қарағанда қолға жасалайды, жалпы көру қабілеті төмендейді. Дұрыс. Ал А дәрумені жетіспегенде яғни пайдасы ағзаның өсуі және даму тежеледі. А дәрумені бар жеміс-жидекте сәбіз, картоп, балық майонезі, көкөніс Жақсы. А дәрумені жетіспегенде ақшам соқырлық ауруы, солай ма? А дәрумені кездесетін тағамдар жеміс-жидектер, сәбіз, қызанақ, асқабақ, солай ма? Жақсы. Келесі үшінші топ Д дәрумені. Д дәрумені бар азық-түлік, қыршақ, сүт, балық, ірімшік, самырық, және шалдалы. Дұрыс. Ал Д дәруменінің жетіспеушіліктерінен сүйек, буын аурулары әртістер пайда болады. Және қай ауру адамда пайда болады? Сүйек, буын аурулары және арнайы рахит ауруы, солай ма? Жақсы. Тапсырма бізде бекіту тапсырмасы. Қазір. Болды ғой да? Осы тапсырма
Сузбайды. Әне. Жаңа тұрып қалды ғой. Мына Айшаттікіне тұрып қалды. Тапсырмасын орындаймыз. Қараңыздар, бұл бізде бірге зерттеу жұмысын жасайық деген. Қараңыздар, қазір сұрақтар шығар, жауап береміз, жүре ма? Ал барлығымыз бірге жауап берейік. Кім шығады? Кім? Тек ашады. Тез келе ғой. Қай дәрумен көздің көруімен қабілетті жақсартуға көмектеседі? Басайып. Жақсы, келесі отыра ғой. Тағы тез келеміз, бұл. Нұрасқан келе ғой. Бұрын таңда. Д дәруменнің негізгі қызметі қандай? Келесі, кел дәурен. Бұрын таңда. А дәруменнің негізгі қызметі қандай? Көру. Келесі. Саусақ келе ғой. Бұрын таңда. Суда еритін дәрумендердің бірі Б12, ол қандай процесте маңызды рөл атқарады? Қандай процесте? Жақсы, келесі. Шам, келе ғой. Бір зерттеу жұмысын белгілей ғой, таңдай ғой. С дәруменнің жетіспеушілігі қандай ауруға әкеліп соғады? Сүйегінің бөртуі, солай ма? Келесі. Тағы қымшат. Келесі. Келе ғой сағыда. Таңдаймыз бір зерттеу жұмысын. Ересек адамға тәуліктік С дәруменнің мөлшері қандай? 75 және 90 грамм дұрыс. Келесі шыққан оқушылар. Даниал, келе қойшы. Бір зерттеу жұмысын таңдай ғой. Келесі. Бұл тобы дәрумендердің қандай қызметі бар? Келесі. Кел жазира. Қай дәрумен суда ериді? Келесі. Нұрзия келе ғой. Үшінші топтан Нұрзия. К дәрумені не үшін қажет? Қанның жуу үшін бе? Немесе кальций алмасу үшін бе? Қанның жуу үшін. Тағы бір яшықтан бері ғой. Қай дәрумен көздің көру қабілетін жасартуға көмектеседі? Дұрыс. Жақсы оқушылар. Енді оқушылар сіздерге қазір техникалық ақауға байланысты бізде келі байланыстың платформа ашылмағандықтан стипендия жаздық. Маған сұрағандар бар. Бүгінгі тақырыпта не түсіндіңіз?
қандай тапсырма қиын болды, немесе мүлдем түсінбеген болсаңыздар, соның барлығын осы стикерге жазамыз. Және аты жөніңіз. Бекіту тапсырмасы орындадық қой, солай ма? Келесі бізде үй тапсырмасы. Қараңыздар, оқушылар, үй тапсырмасында бізде шығармашылық тапсырма беріледі. Қазір суретке түсіріп алсаңыздар болады. Дәрумендер елі және күн сәулесінің сыйы деген бұл бізде комиксті шығармашылық ертегі сияқты шығармашылық жұмыс. Бұл дәрумендердің бір-бірімен байланысы осы тірек сөздер арқылы дәрумендердің бір-біріне байланысын және ағзадағы қызметін не істейсіз? Жазасыз. Түсінікті ма? Түсінікті ғой, түсіріп аламын қазір. Түсіріп алыңыздар. Түсіріп алыңыздар. Қандай да бір қиын сұрақ кездессе, сары түске және мүлдем түсінбеген болсаңыз, қызыл түстің қасына әкеле алыңыз. Түсіндің бе? Түсінген болсаңыз жағыға. Аха, жасыға. Келе ойын сіздер. Енді оқушылар бүгінгі сабаққа өте белсене қатысқан бізде Айша, Жазира, Каусар, Нұрасхан да жақсы 4 деп алайын, және Айса 5 деген ұпайлармен өте жақсы. Муслима, Нұршат, Дәурен өте жақсы, жоғары ұпаймен Даниалды 4 деп алайын. Ал 3-ші топтан Балауса, Нұрзия, Сағира, Аслан, Әли барлығы өте жақсы деген ұпайлармен бағаланысты. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.